Бүгінгі ролигімізде кез келген техникамыздың сальниктерінен май сыртқа ағып, май жібере бастаған кезде ол сальниктерді қалай жөндеу керектігін көрсететін боламын. Яғни ол сальниктерді жаңа сальникке ауыстырмастан, сол өзінде тұрған сальникті жөндеу арқылы майын тоқтату әдісін көрсетемін. Мысалға, мінекей мына менің дизельді мотоблогымның жаңағы жарты осі, полу ось дейді, жарты осінің сальниктері, мынаның ішінде сальник тұрады, сол май жіберіп қалды. Енді осы ішін ашып, сальниктерін мен жөндейтін боламын. Сальнигіміздің ернеуінде осындай пружина тұрады. Осы пружинаны біз жалғанған жерін ажыратамыз. Сөйтеміз дағыны кескішпен шамамен бір сантиметрдей, бір жарым сантиметрдей жерін қысқартамыз. Сөйтеміз дағыны қайтадан жалғаймыз. Енді осы байқасаңыздар, мен кәдімгідей кішірейіп қалды диаметр. Осыны сальнигіміздің ернеуіне әдемілеп орнатып жібереміз. Сонда мына сальнигіміздің ернеуі, тесігі, ішкі тесігі кәдімгідей тарылады. Сөйтеді дағыны майдың сыртқа шығуына кедергі жасайды. Әлбетте, бұлай істеу үшін біздің сальнигіміздің іш жері мынау резеңкелері қатып, пластмасс сияқты болмау керек. Мынау жұмсақ, жыртылмаған болу керек. Сол жағдайда осы әдісті қолданып біз ағып жатқан майды тоқтатуымызға болады екен. Мынаны да сөйтейік. 2 сальник тұрады екен бұл жерде. Екеуін де сөйтіп қысқартып жіберейік. Сонымен ала берсе, майдың ағуы тоқтайды. Бұнаны валға кигізген кезде де ақырындап, абайлап кигізу керек. Жаңа пружина шығып кетпеу керек. Болды. Енді апарып салып көрейік. Сальниктерді орнына орнаттым. Редукторымыздың ішіне майды құйдым. Құйып қойып тексеріп жатқаныма 1 сағаттай уақыт болып қалды. Міне құп-құрғақ, ешқандай да май ағып жатқан жоқ. Арғы бетті де, бергі бетті де дәл осылай мынаның ішінде тұрған сальниктердің бәрін алып, пружиналарын қыстым, сонымен май тоқтады. Екі беттен де ағып тұрады сорғылап. Мінекей, бүгінгі ролик пайдалы болса, лайк басамыз, пікір жазамыз, таныстармен бөлісеміз. Келесі жолыққанша аман сау болыңыздар.